іздеп шыңға шықтым. Ассалауму алейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоны басым жатып, сіздердің тек біздің каналға тіркеліп лайк бассаңыздар болады. Достар, барынша қолдау көрсетіңіздер, қолдау жіберсеңіздер болғаны. Және де сіздерге алдыңғы видеода Чемпиондар лигасының бір ойынын дәл таптым. Бұл Сити мен Бавария шығатын кездесу болды. Жеребьевкада кім шығады деп ойлап едім. Сіздерде бірақ енді кішкене активный болмады, бірақ енді реніш жоқ. Ешкімге де өздеріңіз ойларыңыз жаздыңыздар. Сіздерге рахмет. Және бүгін бізде енді подписчигімізге арналатын видео еді, бірақ енді алдыңғы видео, оның алдыңғы бірінші рет донат жасаған кезде видеом бар. Сол жерде қарасаңыздар болады. Мен сол жерде айтқанмын, 1,5 жинайтын болсақ, 3,000 донат салам ғой деп. Бірақ әзірше енді жиналған жоқ, бірақ 600 лайк жиналды. Оның өзі рекорд, шыны керек канал үшін. Сондықтан сіздерге рахмет. Бүгін бізде енді келесі видеоларда осы комментария жазып кетіңіздер, достар. Бір любой зат жазып жіберіңіздер. 500 теңгеден ойнататын боламын. Осы 500 теңгеден енді жайлап дамып жатсақ, сіздерден бұйырса көтеріле береді. Сол сияқты достар, тек қолдау жіберсеңіздер болғаны. Маған енді қолдау керек. Енді екінші аккаунтым, бірақ сонда да 500 теңге салайын деп тұрмын. Бұл жерде алдыңғы ашқан 200 FIFA points деп жайлап жинап аламыз енді. Бәрі бірден бола бермейді. Сондықтан да сіздерге керек болса, енді келесі подписчиктеріме осы 500 теңгеден ашатын боламыз. Және де пактар болса, сол жандармен де пактар ашатын болам. Ойнататын болам. Комментарияда бәрі әділ болады. Оның еш қиналмаңыздар, ешкімге де бір өзім сияқты салып бермеймін. Аккаунт ашып, оны тихария бәрін жасаймын. Құрсын, одан Құдай сақтасын. Бірақ енді өздеріңіз ойларыңыз жазып, комментария жазып жүріңіз, лайк бассаңыздар болған. 500 теңгеден жайлап ойнатамыз, жайлап көтеріледі, жайлап бәрі болады. Сондықтан да сіздердің тек қолдау кішігірім, сіздерге мотивация берейін дегенім ғой. Ойнап жүрген жандарға құттай болсын, донат салып жайлап болады. Сондықтан достар, аямай жазып жіберіңіздер комментарияға. Бүгін бізде енді екінші аккаунтымнан ашайын деп тұрмын. Донат салып жатырмын. Осы сіздерде алғыларыңыз келсе, барынша осы ойнатып, 500 теңгеден енді кішігірім, көп те емес, енді аз да емес, бірақ сонда да қолдау ретінде салып жатырмын, достар. Достар, алдық, міне енді эмоциям жеткізе алмаймын, бірақ алдыңғы эмоциям көрсетіп тастадық. Сондықтан да көрек, ойыншы ғой ол жерде. FIFA points тек бар жоғы. FIFA points берді. Және Фекир деген 102-ші ойыншыны берді. Осылай достар, 200 FIFA points-тан мысалы 200 неден ойнататын болсақ, өте жақсы жинап қалуға да мүмкіндік бар. Сондықтан да аямай достар, қолдау жіберіңіздер, лайк басыңыздар, және де комментарияны толтырып жазып жіберіңіздер. Автоматически сол жерден сол жанға жазам, сол кезде өзі ответ берсеңіз болды. Ал енді біздерде қазір тоқтамай пактар ашып кететін боламыз. Бұл жерде енді Холланд бар дейді, бірақ қайда бұл ойыншылардың біреуде шықпайтыны анық. Бірақ сонда да көрейікші. Үш ойыншыны бірден ашып тастайық. Волкаут жоқ, ешқандай волкаут жоқ. Зулде, Атаменди, Мерино дейтін сияқты үш ойыншыны бере салдым. Және біз неше рет аштық? Бұл жерде 9 рет аштық. Әлі мүмкіндік бар бізде. Енді бізде не бар? Қазір Ultimate Tottidен 43-ке 109-ға шанс бар. Соларды ашып көретін боламыз. Бірден мүмкіндік болса, көрек шанс болса енді. Бұл жерде 327, 8 ойыншы береді. Бірақ шанс жоға осы жерде. 8 ойыншыдан дым ойыншы шыққан жоқ. Ешқандай ойыншы жоқ бұл жерде. 3 рет ашатын сияқтымыз. Тек 3 рет мүмкіндік бар. Қателеспесем. Волкаут, бірден волкаут. Хорватиялық ойыншы Лука Модрич болсы жоқ. Гвардиол дейтін 104-ші рейтинг берді. Және екінші уже бұл жерде. Соңғысы. Жетпейді, осы жетпеді, өкінішке орай. Тоже бұл жерде де волкаут бар. Француз, нападайший. Бұл жерде кім? Шауылшы. Алиби Жиру екен ғой, есіме түспей отыр. Француз деген Мбаппе бірден түсетіні сіздерге де анық шығар. Енді біздерді премиальный кумирден білмеймін, мынау қалыпты, тек 40 очко алын екен. Көрейікші, может быть волкаут бар екен, болды да. Хорватиялық Гвардиол жоқ, Перишич. Клейн хорваттарды жинап жатыр.
хорваттар дейді. Мүмкіндік бар. Бұл жерде 2100 дейді. Бізде қанша жинақтадық? 2100. Жетпейді, бұл жерде жетпеді өкінішке орай. Және бізде команда неделейді ашып тастайтын боламыз. Жақсы ойыншылар бар. Білмеймін, енді бұлардың біреуі де шықпасы анық сияқты. Сонда да көрейікші. Пафар дегендер жақсы болар еді. Жоқ, волкаут жоқ. 80 және Хойбер 81-лер шығып кетті. 81-лер мен 80-дер қайда деп. Екінші пактарымыз волкаут ұстадық. Бірден кім бұл? Француздық ойыншы ЦП және Ювентус Рабио ма? Базар 99 рейтинг ұстадық достар. Бірден 99 Рабио және 95 өте жақсы. Өте ұнады. Бірден екі пактан уже 95 пен 99-ды ұстап алдық. Траковский дейді. Дракондардың ойыншысы сияқты бұл жерде. Және обменді көретін боламыз. Обменде де өте жақсы ойыншылар бар. Бұл жерде жиналып болды ма бізге тақ? Дым жиналмаған екен. Ешқандай ойыншы жоқ. Бұл жерде толып тұр екен. Алардың бәрін ашайықшы. 103-терден көрейік. Волкаут ұстадық. Бірден волкаут. 104 керек француз. ПВ Осман Дембеле 103. Өкінішке орай. Болды 103. Тағы көрейікші. Может, осы жерден шығар. Волкаут 104 керек. 104 бер. Француз тағы да. Нападающий. Оливье Жиру 104 тоже. Тағы көрейік. Мүмкіндік бар. Бұл жерде кімді бересің бізге? Нидерландық ойыншы. Элвы болдым. Гакпо 103 болды. Клин 103-терді беріп жатыр. Вообще келмейді бұл ойыншылардың біреуі де. 106-ға жете ма? 3-ақ ойыншы жетпей қалған ғой. 3-ақ ойыншы жетпей тұр. Әттең. Мүмкіндік барда ашып тастайын ба деп едім, бірақ енді осылай болып қалды достар. Мына жерде енді мен 99 дейді. Бірақ сонда да ашып көрейік, может бірден шығып көтер. Жоқ, ешқандай ойыншы жоқ. Элитный игроктар кірін. Айтып атар дым жоқ енді шыны. Осылай достар, кішігірім пактар аштым. Енді сіздерге сол айтатынымын, сол 500 теңгеден ойнайтайын дегенім ғой сіздерге. Құтты болсын, бір донат салайын деген ойым ғой сіздерге. Қолдап жатсаңыздар, енді комментарияны толтырып жіберіңіздер және лайк басыңыздар. Каналға жазылып ұмытпаңыздар достар. Тек каналға жазылып лайк бассаңыздар, біздің видеоларымыз топ видеолардың қатарынан қосылатын болады. Сіздердің тек қолдаймын дейтін жандар болса, сіздерге алғысымды білдірем. Сіздерге рахмет осы қолдау жатқандарыңызға. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.